Бізде вообще бізге қай кезде береді, не нәрсе береді сұраған кезде да. Алдында ағамды айтты, мен де ойландым, өзіме салып көрдім, шынымен солай қараңдаршы. Не нәрсе? Егер сен Құдайдан сұраған кезде, саған сенің қалаған затыңды бермейді екен. Сен то, что ты хочешь, ол нәрсе бермейді. Не нәрсе береді деп ойлайсың да, сен қалған нәрсе емес, сенің мұқтаж болатын нәрсеңді береді екен. Яғни, в чем ты нуждаешься, сол нәрсені береді. Потому что егер сен айтсаң, мен осы өмір санамаған, прям кәдімгідей голд болады, айтады ғой, голд деген нәрсе. Вот осы нәрсе, мен бай болмасам, мен өмір сүремін никак. Маған бай болу керек деген сияқты алып сұрайсың да, сен оған имеет амал жасайсың, әрекет жасайсың ғой. Сол нәрсені бәрін жасайтын болсаң, сол кезде саған береді тек қана. Ал просто қалаған нәрсе берілмейді. Егер сендер просто анализ жасап көрсеңдер, мен ноутбук алған кезде ең басында қымбат 350 мың болды, сол кезде маған қымбат болған. Ол нәрсені алған кезде ойландым да, сөзбен прям қалдым, потому что маған дударайды жүргізуге керек болды, ананы жүргізуге, жұмысқа, универге керек болды, бүкіліне керек болды да. Мен прям нуждаться еттім, но ақша болмаған кезде қандай жағдай болмаса, әртүрлі бірдеңе алдым мен ол нәрсені. Потом мен осылай сторис түсіргім келді, бірдеңелер істегім келді, баяғыдан неге істегім келген мен нәрсе оны. Просто менде не болған жоқ. Қатты мұқтаж боламын да ол нәрсеге. Имикада мұқтаж болып кәдімгідей қалап жүрдім. Қаладым, мұқтаж болдым, прям маған керек болмаса, уже қалып барадыр, мен түсіру керекпін, мен ойымды айту керекпін деген сияқты нәрселерді прям қалғаннан кейін iPhone алдым. Дәл солай iPad та солай болды. Бүйтіп қарасам, мен қалаған әлі мен қалап жүрген нәрселерім маған ол нәрсені маған берген жоқ. Мен әлі қалап жүрмін оны, бірақ маған берген жоқ. Бірақ мен осы да өмір сүріп жатырмын, көрдіңіздер ме? Сол сияқты. Так что сұраған кезде сендер қалау керексіңдер, и еще қалау емес, сендер мұқтаж ету керексіңдер ол нәрсені. Мен осы нәрсе болмаса никак бола алмайды деген сияқты бір ощущениемен сол нәрселер жасау керексіңдер. И, допустим, и сен андай айту керексің да, мен кедейлік өмірде сүре алмаймын ондай өмірді. Андай өмір керек. И мен сол үшін тырысамын деп кәдімгі мұқтаж болу керексің андай өмірге. Жақсы өмірге мұқтаж болу керексің. Сол кезде саған береді. Просто сен мұқтаж болу керексің. Вот ключ. Қандай да қалау мен мұқтаж болу, хотеть и нуждаться деген нәрсенің айырмашылығы болса, бұл 60-шы күн просто ойланып көріңдер. Қысқа өмірлерін лақтырып. Сендер қалаған нәрсені бердің бе, мұқтаж болған нәрсені бердің бе? I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind.